Математика 1-ші сынып. Сабақтың тақырыбы жиын, бос жиын. Оқу мақсаты: заттар жиындарын жұп құру арқылы салыстыру. Тең жиындарды бос жиында анықтау. Бағалау критерийлері: жиындарды элементтерінің белгілері, нысандардың түсі, пішіні, өлшемі, материалы, әрекеті бойынша құрастырып жіктейді. Әр түрлі жиындарды құрастырып, жиын элементтерін атайды және көрнекі түрде кескіндейді. Сәлематсыздар ма, балалар? Бүгін біз жиынды құру жолдарын білетін боламыз. Бос жиын ұғымымен танысамыз. Ендеше балалар, олай болса, қазір бейнероликке көңіл аударайық. Үстелде ваза тұр. Ол бос. Оны кез келген жемістермен толтырайық. Ваза жемістермен толтырылды. Сандарды айтпағанда вазада қанша жеміс бар? Дұрыс, вазаның ішінде жеміс көп. Математикада ортақ белгісі бар және бірге жиналған заттардың немесе тірі тіршілік тобын жиын деп атайды. Жиын сөзі көп сөзінен шықты. Жиындар атаулары бар. Олар қандай нәрселерге байланысты болады? Біздің вазада көп жемістер, демек көптеген жемістер. Вазадағы жемістер бұл алма, апельсиннан тұрады және оның бәрі жемістер деп аталады. Жиындарға кіретін барлық заттар жиын элементтері деп аталады. Тапсырманы орындауға тырысайық. Көптеген киім элементтерін таңдаңыз. Қалған элементтерден тұратын жиынға атау беріңіз. Дұрыс, жиһаз. Енді көптеген элементтерді топтастырамыз. Жануарлар, өсімдіктер. Қымбатты балалар, енді сіздер көптеген сұраққа қалай жауап беру керектігін білесіздер. Көп бұл көптеген заттар. Бұл жалпы белгілермен біріктірілген осы жиын элементтері. Мінеки балалар, өздеріңіз бейнероликтен тамашалап отырғандай, заттарды әр түрлі белгісі бойынша жиынға топтастыруға болады екен. Демек, жиын ортақ белгісі бар заттар жиынтығы болып табылады. Оқулығымыздағы суреттерге назар аударайық. Бұл суретте жиындар берілген. Осы жиындар мен олардың элементтерін атап көрейік. Бірінші суретте қандай жиын? Дұрыс, өсімдіктер жиыны. Екінші суретте қандай жиын? Жануарлар жиыны. Өте тамаша. Үшінші суретте қандай жиын? Әріптер жиыны. Төртінші суретте қандай жиын? Сандар жиыны. Жарайсыңдар балалар. Келесі жиын элементтерін құрап атап көрейік. Мынандай жиындар берілген екен. Ыдыстар, ағаштар, оқу құралдары. Әр жиынға тиісті элементтерді атап көрейік. Ыдыстарға нелер жатады? Ағаштарға нелер жатады? Оқу құралдарына нелер жатады деп ойлайсыңдар? Жарайсыңдар балалар. Келесі бейнеролигімізді тамашалайық. Мынау жануарлар жиыны. Жиын ортақ белгілер арқылы біріктірілген заттар мен объектілердің тобы. Бұл заттардың ортақ белгілері, олар жануарлар жиынына жатады. Математикада оларды жиын элементтері деп атайды. Мысалы, жануарлар жиынына келесі элементтер жатады: қоян, түлкі, мысық, аю, жылқы, барыс және ит. Ал бүркіт бұл жиынның элементіне жатпайды, себебі бұл құс. Сендер білесіңдер, үй жануарлары және жабайы жануарлар болады. Жабайы жануарларға қоян, түлкі, аю,
барыс жатады. Үй жануарларына мысық, жылқы, ит жатады. Осы жиындарды салыстырайық. Жабайы жануарлар жиынында неше элемент? Дұрыс, 4. Үй жануарлар жиынында неше элемент? Дұрыс, 3. Демек, жабайы жануарлар жиыны үй жануарлар жиынынан көп. Артық элементті тап ойынын ойнап көрейік. Суреттерге қарайық. Берілген жиынға тиісті емес элементтерді атайық. Бірінші жиында қандай элемент артық? Дұрыс айтасыңдар, қарындаш. Екінші жиында қандай элемент артық? Дұрыс, кітаптар. Үшінші жиында қандай элемент артық деп ойлайсыңдар? 3 цифры. Өте жақсы. Өз бетімізбен тапсырма орындап көрейікші. Бірінші тапсырма: екі жиынның элементтеріне жұп құрастыр, оларды салыстыр. Екінші тапсырма: жиындарды теңестір, артық элементті сызып таста, жиындарды ата. Білім алушы жиындардың элементтерін жұптайды, жиындарды салыстырады. Жиындағы артық элементтерді анықтап, жиындарды теңестіреді, жиындарды атайды. Өте тамаша балалар, жақсы орындадық. Келесі бейнероликке назар аударайық. Геометриялық фигуралар жиынын қарайық. Қане салыстырайық. Не байқадың? Дұрыс, екі жиынның элементтері бірдей. Егер жиын бірдей элементтерден тұрса, бұл жиындар тең. Мына жемістерге қара. Бірдей жемістерді тәрелкелерге бөліп салайық. Мына жемістердің ішінде алма жоқ. Бірде бір элементі жоқ жиын бос жиын деп аталады. Мысалы, тәрелкедегі алмалар жиыны бос жиын. Оны мына белгімен белгілейді. Сандар жиыны. Жиында неше элемент бар екен? Бір таңбалы сандар 6, екі таңбалы сандар 3, дөңгелек ондықтар бос жиынды құрайды. Келесі оқулығымыздағы шығарып көр тапсырмасына көңіл бөлейік. Әр жиында қанша элемент бар? Көкөністер, жемістер, сусындар. Не байқап отырмыз балалар? Көкөністерге нелер жатады? Жемістерге нелер жатады? Бұл суретте сусындар бейнеленген бе? Бұл тапсырма бойынша оқушылар суреттерге қарап отырып, мынандай шешім қабылдайды. Көкөністер мен жемістер жиынындағы элементтерді атайды. Сусын элементтері жоқ екенін айтады. Және осыған байланысты ереже құрастырады. Егер жиында бірде-бір элемент болмаса, оны бос жиын деп атайды. Дәптерімізді ашайық. Үйге қоныстандыр. Элементтер санын анықта. Жиындарды үйдің әр қабатына орналастыр. Жиынның атауы мен үйдің қажетті қабатын сызықпен қос. Анықта. Элементтер белгіленген жиындарға тиісті ме? Бос жиындар. Бос жиындардың атауын ойлап тап. Оларды жаз. Жиындарды үйдің әр қабатына орналастырады. Жиынның атауы мен үйдің қажетті қабатын сызықпен қосады. Найзағай элементі табиғат құбылысы жиынына жатады. Күн элементі жарық көзі жиынына жататынын белгілейді. Бос жиындарға шаршылар жиыны және жұп сандар жиыны екенін анықтайды. Үлкен, кіші, тең белгілерін қой. 4 пішін артық 3 пішіннен. 4 пішін тең 4 пішінге. Бәріміз отбасымызды жақсы көреміз. Ендеше балалар, менің отбасым жиынына кімдер кіреді деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Ата, әже,
әке, ана, аға және өздері. Бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында тест тапсырмаларын орындап көрейік. Қазақстан Республикасының рәміздері жиынының элементтерін ата. А. Домбыра, киіз үй, қымыз. Ә. Елтаңба, ту, гимн. Б. Конституция, ту, астана. Дұрыс. Ә. Елтаңба, ту, гимн. Барлық қабырғалары тең фигуралар жиынының элементін көрсет. А. Тікбұрыштар, Ә. Шаршылар, Б. Үшбұрыштар. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ә. Шаршылар. Бір таңбалы сандар жиынында неше элемент бар? Санап көрейікші. Дұрыс, 8 элемент бар екен. Бос жиын қандай таңбамен белгіленеді деп ойлайсыңдар? Дұрыс балалар, дөңгелек, ортасы сызылған. Бүгінгі сабағымызды қорыта келе, сабағымызға кері байланыс. 3 көмекші әдісі бойынша кері байланыс жасайық. Бүгінгі сабақта бас арқылы нені меңгердіңдер? Бүгінгі сабақта неге қолыңды жеткіздіңдер? Бүгінгі сабақта жүрек арқылы нені сездіңдер? Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма балалар? Өте тамаша. Барлығымыз сабағымызға өте жақсы атсалыстық. Сабақты тыңдағандарыңызға көп рахмет.